Қайырлы күн, мен каналыма қош келдіңіздер. Қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты қалай жасау керек екенін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді, қазымызды, қарта, қарын барлығын жақсылап жуып, қазанымызға мұздай суға салатын боламыз. Қазанымыз жақсылап қайнап, көбігі шығу керек. Ара-арасында ашып қарап тұру керек, әйтпесем тасып кетуі мүмкін. Көбігі шыққаннан кейін жақсылап көбігінен тазартып аламыз. Тағы да айтып кететін жайт, бұл жерде қазымыз жарылып кетпес үшін зубочистка или инемен қазымызды жайлап судан алып, жан-жағын бәрін тесіп шығамыз. Сонда қазымыз жарылмай пісетін болады. Мінекей қазанымызда қайнап шығып жатыр. Бетіне шыққан көбіктердің бәрін тазартып алып тастауымыз керек. Мінекей сорпамыздың бетіндегі көбіктердің бәрін тазартып алып тастаймыз. Және жылқының еті 3 сағатта таза пісетін болады. Сол үшін жай отқа қойып 3 сағат қайнатамыз. Ал енді қамырымызға кірісеміз. Салқын су керек, ол үшін салқын суға тұзымыз салып, жақсылап ертіп аламыз. Тұздың дәмі кішкене тіктеу болу керек. Ұнға араласқан кезде дәмі жақсы болып кетеді. Және жұмыртқа аламыз. Бір зуалаға бір жұмыртқа, екі зуалаға екі жұмыртқа қосасыздар. Ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қаттырақ қылып илейтін боламыз қамырды. Қамырымызды илеп жатқан кезде суды қажетіне қарай қолданатын боламыз. Шетінен бастап құйып қолданамыз. Қамырымыз өте қатты емес, қаттырақ болу керек та. Сонда қамырымыз езілмей шығатын болады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, қанша ерте илесеңіздер, сонша көп тұрса, сонша жақсы болады. Бетін жауып демалдырып қоямыз. Бір жарты сағаттан кейін қайттан илеп қоятын боламыз. Ал енді қазанымызды қараңыздар. Өте жай отта, жай қайнап тұр. Тұзын көресіздер. Тұзы керек болса қосасыздар, керек емес болса қоспайтын боласыздар. Және де мен ет асқан кезде картошка, сәбіз, асқабақ қосамын. Асқабақтың дәмі өте керемет болып шығады. Қосқан кезде сәбізді көп қайнату керек. Кеш пісетін болады. Картошка мен асқабақ ерте піседі. Сол үшін піскен кезде сразу алып қою керек. Әйтпесем езіліп кетуі мүмкін. Бір жарты сағат, бір сағат өткеннен кейін қамырымызды қайтадан қайтарып қоямыз. Сонда қамырымыз жайылған кезде әдемі болып жайылатын болады. Енді тұздық жасаймыз. Тұздыққа 3-4 пияз, оны жақсылап жіңішкелеп турап, сорпаның бетіндегі майлардың бәрін
сүзіп алып құятын боламыз. Және 5-10 минут жай отта қайнатып алу керек болады. Ендігі кезек қамырымызға кірісеміз. Қамырымыз өте керемет болып тұр. Зуалаларға бөліп аламыз да, бәрін зуалап қойып, шетінен қамырды жая бастаймыз. Мен обычно қамырларды жайып, ішіне ұрпақты көбірек сеуіп, холодильниктерге салып қоямын, турап. Қамыр салатын кезде алып, сол жерден сала салатын боламын. Видеодағыдай көргендей қылып жаямыз қамырды. Қамырымызды да жайған кезде видеодағыдай қараңыздар, арасына ұрпақ сеуіп жаятын боламыз, өйткені бір-біріне жабысып қалмау керек. Және шетінен айналдырып жаямыз. Сосын айтып кететін бір жайт, қамырды жайған кезде оқтаудың ортасын баспаймыз, қамырдың екі шетін ғана басып жаятын боламыз. Сонда қамырымыз тегіс жұқа болып жайылатын болады. Мінекей етіміз де пісіп қалды. Қамырлардың бәрін жайып, холодильникке салып қойдым. Мен 1 сағат бұрын асқабақтарды алып қойдым, өйткені пісіп қалған. Картошкамызды, сәбізімізді барлығын алатын боламыз. Және қалған еттерімізді бәрін сүзіп аламыз сорпамыздан. Сорпамызды қамырға дайындайтын боламыз. Мінекей етіміздің барлығын сүзіп алдық. Енді сорпаны қамырға дайындаймыз. Ең алдымен ситаның көмегімен сорпамызды жақсылап сүзіп аламыз. Арасында қара, көбіктен қалған, еттен қалған заттардың бәрі шығады. Қамырымыз жақсы пісіп, және тап-таза болып шығатын болады. Және бұл сорпамызға қайнап тұрған судан қосамыз. Бұл сорпаға азғандай қамыр кетеді, сол үшін тағы да көбірек су құятын боламыз. Және тұзын да көретін боламыз. Мінекей сорпамызда қайнап шықты. Қамырларымызды тез салуға тырысамыз, өйткені барлығы бірдей пісу керек. Және де көп салып жүруге болмайды қамырда,
өйткені сорпамыз көтере алмай бытпырап қалатын болады. Көтергенше салып, жақсылап араластырып, түбін қозғастырып қоямыз. Піскен кезде өзі мынандай қайнаған кезде ақ көбік шығады. Сол ақ көбік қайнап тарқағанша күтіп тұрамыз. Сол кезде тарқаған кезде қамыр толық піскен болып табылады. Және де қараңыздар, қамырды піскенін қаяқтан білеміз дейді көп адам. Қайнап шыққан кезде осындай ақ көбіктер шығатын болады. Ақ көбіктер тарқап жоқ болған кезде қамыр пісті деген белгі. Сол кезде сүзіп аламыз. Мінекей қамырымызда пісті. Осылай нан шалғымен осылай сүзіп алып, сорпасын қағып астауымызға немесе табағымызға салатын боламыз. Сорпамыздан қамырымызды сүзіп алып, кішкене су құйып жібердім. Тұзы өте көп екен. Қамырымызды сүзіп алғаннан кейін тұздығымыздың майын салып араластырып, кейін пияздарын сүзіп алып салатын боламыз. Одан кейін еттерімізді, қазымызды, қарын қартамызды, жал жаямызды, жілігімізді қамырдың бетіне салып, сәбіз, картошка, асқабағымызды саламыз. Жіліктің де әр қонақтың өзінің сыбағасы болады. Сол сыбағасына байланысты табаққа салатын боламыз. Мінекей бешбармағымыз дайын болды. Ал енді сорпасына келетін болсақ, сорпасын ыдысымызға құйып алып, айран, лимонды майда-майда көбік қып турап, сыртымен және перец қосамыз. Қызыл бұрыш, қара бұрышты қосып, араластырып, сорпаны дастарханға апарамыз. Мінекей бешбармақты осылай дайындайды. Жасап көріңіздер, өте дәмді, өте керемет болып шықты. Менің видеоларым ұнап жатса, комментария жазып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Рахмет.